Мы казахстанцы. Объединила нас огромная страна. Мы разные по вере и по нации, но Родина, она всегда одна. Пускай законы будут все соблюдены, и знает каждый, кто на что имеет право. Пред Конституцией мы все всегда равны. Пусть процветает лишь могучая держава. Өмір деген әділдікпен бақ табатын, құқығым қорғалды деп шаттанатын. Өзіңдей жас өркендер келеді өсіп, бұл біздің атазаң деп мақтанатын. Өркендеп өз қолына алғанысы, биікке қазағымның самға құсы. Халық боп қадір тұтып қастерлеген атазаң азат елдің арнамысы. Армысыздар құрметті Бейімбет Майлин ауданының тұрғындары және қонақтар. Сіздерді бүгінгі қазақ елінің арайлы атазаң күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Мы приветствуем всех жителей, а также гостей района Бейімбета Майлина. Сегодня мы отмечаем один из главных праздников нашего государства – День Конституции Республики Казахстан. Мемлекетіміздің береке бірлігін, бостандығын, әлемдік туыстығын білдіретін, туған жердің мақтанышы болып келетін бұл мереке патриоттық деп есептеледі. День Конституции – это не просто официальный праздник, но и памятный день принятия документа, благодаря которому сегодня мы с гордостью называем себя казахстанцем. Можем трудиться, мечтать и жить свободно и справедливо. Мир, порядок, стабильность и равность прав на наших просторах гарантирует Конституция. Праздник, который мы сегодня отмечаем. Так позвольте вам пожелать всегда гордиться своей страной и жить счастливо. Конституция мемлекеттік биліктің қайнар көзі, халықтың өз екенін айқындайды. Жаңа конституция қабылдау арқылы Қазақстан жаңа дәуірге қадам басты. Осы мерейлі мерекеге биыл 26 жыл толып отыр. Уважаемые друзья, примите самые наилучшие поздравления от акима района Муржакопова Кайсара Батырхановича. «26-я годовщина Конституции для всех нас неразрывно связана с независимостью нашей Родины. В этом смысле Конституция – одно из важнейших ее завоеваний, базовая ценность. Будущее государства зависит от единства и согласия его граждан, от их общих усилий во благо общего дома, общей Родины». Жарқын болсын той, думанмен жүзіміз.
Арайланып алтын заңмен күніміз, Бейімбет Майлин тұрғындары құтты болсын мерекеміз. Арналады сізге ән мен жырымыз.
полным ходом идет реализация государственной программы «Рухани жаңғыру». Курс «Будущее. Духовное обновление». Основной целью работы программы является сохранение и приумножение духовных и культурных ценностей, любовь к родной земле. Ат шаптырып шапан жапқан бас алтынай, өтсе тағы қилы түрлі тағдыр замандарай, қазақ қана өзгертпейтін бас қалпынай. Күмбір күй ойнатқан қазағым-ай, жүр тербеген жүректен жүр жазамын-ай. Дүбір той тойлатқан думандатып таусылмасын кәделі ақ тілектерің қазағым-ай. Күмбір күй ойнатқан қазағым-ай, жүр тербеген жүректен жүр жазамын-ай. Дүбір той тойлатқан думандатып таусылмасын кәделі ақ тілектерің қазағым-ай. Күндес күн жалған өткінші бір ақ жауындай, той думанмен асқақтасын нардан қыңай. Күмбір күй ойнатқан қазағым-ай, жыр тербеген жүректен жыр жазамын-ай. Дүбір той тойлатқан думандатып таусылмасын кәделі ақ тілектер қазағым-ай. Күмбір күй ойнатқан қазағым-ай, жыр тербеген жүректен жыр жазамын-ай. Дүбір той тойлатқан думандатып қосылмасын кәделі ақ тілектерің қазағым-ай. Күмбір күй ойнатқан, дүбір той тойлатқан. Күмбір күй ойнатқан, дүбір той тойлатқан. Күмбір күй ойнатқан қазағым-ай, жыр тербеген жүректен жыр жазамын-ай. Дүбір той тойлатқан думандатып таусылмасын кәделі ақ тілектерің қазағым-ай. Күмбір күй ойнатқан қазағым-ай, жыр тербеген жүректен жыр жазамын-ай. Дүбір той тойлатқан думандатып таусылмасын кәделі ақ тілектерің қазағым-ай. На этой огромной планете, сынок, под куполом вечных небес есть множество всяких путей и дорог, и разных диковинных мест. Но где б ты вдали не бродил, все равно ты помни, встречая рассвет, что место одно есть, такое одно, где ты появился, где ты появился, где ты появился на свет. Зеленые пальмы и белые льды, и яркие краски морей. Быть может, увидишь и влюбишься ты, но это проходит, поверь. Как жить и что делать ты сам выбирай, но чаще с течением лет тебе будет сниться родимый твой край, где ты появился,
где ты появился, где ты появился на свет. Ты песню сейчас о дорогах поешь, но время наступит, сын мой, когда ты приедешь сюда и поймешь, что ты возвратился домой. И верю, поймешь ты когда-нибудь сам, что нет ни печали, ни бед, пока тебя помнит хоть кто-нибудь там, где ты появился, где ты появился, где ты появился на свет, где ты появился, где ты появился, где ты появился на свет.
байтақ, көз жетпейтін жерім менің. Таулы орман, жасыл жайлау, көлім менің. Бүгінде бар әлемге даңқың жетті, тәуелсіз Қазақстан, елім менің. Моя отчизна в мире всем известна своим гостеприимством и щедрой добротой. Цвети, мой Казахстан, моя земля. Пусть небо будет вечно чистым над тобой. О, Родина, будь счастлива всегда. Қазақ
Ел бірлігі ең асыл қасиет. Бірлік, ынтымақ, сабырлық пен парасаттылық ең алдымен елімізге, қазақтарға керек деп есептеледі. Елбасымыз айтқандай, біз сияқты көп ұлтты мемлекет даму болашағының бір көзі Қазақстан халықтарының бірлігі. Қазақстан халқының, еліміздің болашағының жарқын, нұрлы болатынына зор сеніммен қараймыз. День Конституции – это праздник всего нашего народа. Мы, казахстанцы, говорим об этом с большой гордостью.
Мәңгілік ел ата-бабаларымыздың сан жылдан бергі асыл арманы. Ол арман әлем елдерімен терезесі тең қатынас құратын, әлем картасынан ойып тұрып орын алатын тәуелсіз мемлекет атану еді. Ол арман тұрмысы бақуатты, түтіні түзу ұшқан, ұрпағы ертеңіне сеніммен қарайтын бақытты ел болу еді. Біз армандарды ақиқатқа айналдырдық. Мәңгілік елдің іргетасын қаладық. Желаем в этот праздничный день родной стране процветания и мира, а казахстанцам благополучия в семье, здоровья, удачи и любви. Мереке құтты болсын, еліміз жасасын. Алтын заңымыздың 26 жылдығы құтты болсын. Сіздерге тілейтініміз зор денсаулық, мақсат жолдарыңызда сәттілік, туған жақындарыңыздың жылу сезіну, әрқашан сіздерге қуаныш сыйлай берейік.